Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Тілім барда айтылар сыр ойдағы тақырыбындағы дивертисмент кешін бастаймын. Қош келіпсіздер. Қазақ халқының қасиетті де қастерлі ғажап тілі ана тілі. Тіл болмаса еліміздің ешқашан бүтінделмейтіні анық. Тіл байлығы әрбір елдің, ұлттың мақтанышы, атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауы тиіс. Біздің ана тіліміз шексіз бай, өте көркем тіл. Ана тілін жырламаған ақын жоқ болар. Ана тілі халықтың өткен ұрпағын, қазіргі келешек ұрпағын біріктіретін ең сенімді құрал. Ана тілі әрбір ұлттың ұлы мақтанышы, көзінің қарашығындай көретін қазынасы, асыл мұрасы, ел егемендігінің көрінісі. 1995 жылы 30 тамызда қабылданған жаңа конституцияда қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып бекітілді. Ал 1997 жылдың 11 шілдесінде бекітілген тіл туралы заңның 4 бабында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі екені айтылған. Тәуелсіз елдің жас ұрпағын парасатты да білімді, іскерде қабілетті, отан сүйгіш ұлт жанды тұлға етіп қалыптастыруда мемлекеттік тілдің атқаратын қызметі орасан зор. Тіл тағдыр, ел тағдыр деп айтып жүрміз. Туған тілдің абыройын асқақтату әрбір азаматтың абзал борышы. Қадыр Мырза Әли, ана тілің нарең бол, ятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Абдырахман Асылбек, қазақ тілім. Танытқан қазағымның қазақтығын, танытқан қазағымның азаттығын, танытқан қазағымның ғажаптығын, айналдым құдіретіңнің қазақ